құрметті Сәбит аға, енді мен бір қазбалаған емес, бұл көпшіліктің көкейінде жүргеннен кейін оған да бір нүкте келетін кез келді да. Сіз күнде маған сұхбат бермейсіз, көпшілік мысалға несін жасырамыз, кім оңбаған, Сәбит Әбдіхалық оңбаған болып қалды да. 4 баласымен тастап кетті, ұялмай ма, жас қыз алып алды өзі деп. Енді еркектің ар жағындағы ойын ешкім түсіне бермейді ғой. Осы жағына келейікші, бағана өзіңіз айттыңыз, мен олар тастамағам, сұхбатыңызда да өзіңіз айтқансыз, олар өздері кетті деп. Неге осындай әп-әдемі мал табатын күйеулерін тастап кетеді олар? Оны өздеріңіз сұраңдаршы. Жалпы. Солай болу керек болған шығар. Демек кінә сізден кеткен жоқ. Жоқ, мен кінәлі емес, манау кінәлі деп ешкімді жамандап, өзі мақталып, өйтіп мен балаларым аман болсын, балаларымның анасы олар аман болсын. Қол көтерген жоқсыз оларға. Бұл енді өмір болғаннан кейін мен өте қатал күйеумін, негізі оны мойындаймын. Тем более танымал адамдарға қатал болмасаң, өнер адамдарына өте қиын. Ал өнер адамына танымал адамға еркіндік керек кішкене. Ал қатал болдым мен. Отбасы болған ыдыс аяқ сыңғырлады. Мінезім бар. Мен періштемін деп айтпаймын. Мүмкін мен жаман шығармын. Иә, құрметті Сәбит аға, енді қатал бола тұра осылай осыдан шығып кетсе қалай түсінуге болады деген ғой. Солай болу керек болды ғой, деласын, езбелеп, қазбалап. Бақытты болсын. Ешқайсысы бәрі жақсы, екеуі де жақсы, аман болсын. Құдайға шүкір, ұлым өсіріп отыр. Рахмет, Айгүлге рахмет. Айгүлдің анасына рахмет, тәрбиелі Асылжан деген баламды өсірді. Ол басында болады, ол кеткен кезде Айгүлді бір 3-4 жыл баламен көрсетпей, аластырмай, бір ашуланып, содан кейін барып, бәрі өз орнына келеді. Мына жақта да солай болды. 3-4 жыл кішкене балалармен араласпай сондай мәселелер болды. Құдайға шүкір, 3-4 жылдан кейін бәрі орнына келді. Біз қазір ол анау не болды, мынау не болды деп ешкімнің алдына сеніп ақтай алмаймын. Болатын нәрсе болды, уақыт көрсетіп жатыр. Мен қазір отырып алып, мен балаларым шеше жайына жаман сөз айтпаймын. Өйткені мен балаларым өсіп қалды. Ол болған нәрсе, ол мен өзімнің жеке басымдағы личный проблемам ғой. Мен жеке өмірім. Әр отбасында әйтеуір бір проблема бар. Біреудің баласы ажырасады, біреудің қызы ажырасады, біреудің өзі ажырасады деген сияқты. Сол сияқты қазақтың бір қарапайым отбасында болған менің де бір басымдағы проблема ол. Жақсы. Ары қарай өмірге жеңіл қарау керек, ешкімге ренжімеу керек. Негізі мен қазір сондайға ауыстым. Бұл жүрек ауруына байланысты. Негізі біреуге ренжіп жүрсең, ұйықтау да ауыр болады, өмір сүру де ауыр болады, денсаулыққа да ешкімге ренжімеймін. Бәрі керемет. Болашақпен өмір сүру керек қой. Өтетін нәрсе өтті, кететін нәрсе кетті. Енді жасыратын ештеңесі жоқ. Алтынай Жорабаеваның барлық репертуарларын кезінде өзіңіз таңдадыңыз. Иә. Сізден кейін хит әндер шыққан байқамай жүрміз. Неге деп ойлайсыз? Менен кейін ештеңеге жауап бермей қоймын. Менің кезімде ол енді Ереннің жүрегі Астана, Жұбайлар жыры, Өмір өзен бір жұбаныш айтқан ғой, негізі орындаған Шымкентте жүріп. Сол кассетасын тыңдап, мына әнді орындайсың, бұл жақсы ән болады деген жұбаныш айтып қойды деген сияқты жоқ. Гүлмира Ақылбеков орындап жүрді, айтылып жүрген ән ғой деген сияқты жоқ, бұл хит болады деп мен Қайрат Жәнібеков марқұммен аранжировкасын жасатып, менде интуиция болатын. Мына ән хит болады, мына болмайды, мына былай болады деген. Бап кей кезде қателесетінмін. Негізгі хиттардың бәрін, елге танымал болған әндердің бәрін мен таңдадым. Өзіңіз таңдадыңыз. Жалпы бұл репертуармен таңдайтын, негізі арасында қателескен кезде де болды. 2005 жылын еске түсірейікші. Славянский базарға Алтынай ханымды Латвияға дейін апардыңыз. Ақшта өткен дүбірлі додаға да бардыңыздар. Ірі бағанағы додаларға өзіңіз сүйреп апарғаныңызды көпшілік білет деген ойдамын. Басты мақсатыңыз кәдімгі бағанағы халықаралық жарыстарда бірінші орын алсын, әйтеуір барлық күшіңіз салған сияқтысыз. Жоқ, бұл 2002-2003 жылдардан кейін барып жалпы продюсер деген дүние келді ғой бізге. Ең алғашқылардың бірі болып солай айтып жатыр. Жақсы продюсерлер Қыдырәлі жұмыс жасап жүрді. Ерік Тасабеков мықты продюсер бар ғой бізде. Жақсы продюсерлер жұмыс жасап жүрді. Сол кезде әйтеуір осы продюсер деген жұмысқа қызығып, сол кезде актерлікпен қатар сол продюсер болғаннан кейін, былай айтқанда, продюсерге әншіні жоғары деңгейге алып шығу. Негізгі жұмысы жақсы репертуар жасау. Әрине ол кезде шетелге шығу деген ол кезде көп емес еді. Көп әншілер ол кезде фестивальға көп бара бермейтін, көбісі клип түсіретін ол кезде. Сол кезде Славянский базарға, Белоруссияға, Латвияға, Юрмалаға бір фестиваль болды сол жерде. Тағы Египет бар, ақш бар, әйтеуір жұмыс жасадық қой. Барлығын өзіңіз нөлден бастадыңыз. Қателеспесем, 2018 жылы мына үйіңізді бітіріп кірдіңіз осы жерге. Сонда сіз барлық мүліктеріңіздің барлығын, алдында қателеспесем, жоғары жақта үйіңіз болған, пәтерлеріңіз болған, оның барлығын Алтынай ханымға тапсырып кеттіңіз бе? Жоқ, енді бір үй болды, енді жалпы енді отбасының үйі ғой, енді жалпы. Отбасымыздың үйі болғаннан кейін үлкен қызыма жазып бердім. Өзіңіз далада қалдыңыз? Екеу болайында тұрдық, бір-екі жыл сөйтіп жайлап ағайын туысқан болып, дос болып, достар бәріміз жабылып үй салдық әйтеуір. Жақсы бәрі нормально. Мына кезде еске түсірейікші,
Сіз қиналған уақытта қол ұшын созған достарыңыз көп болды ма, әлде олар теріс бұрылып кетті? Жоқ, құдайға шүкір, достарым бәрі қасымда болды. Қасымда болды. Үлкен кәсіпкер достарым, былай айтқанда мына үйді менің кәсіпкер достарым салып берді. Өздері салып берді. Өздері салып берді. Қарындасыңыздың үйінде 2 жыл тұрыпсыз. Сол кезге бір тоқталайықшы. Яғни бағанағы Сәбит Әбдіхалықов деген, енді өзіңіз білесіз ғой, енді ол кісінің аты дардай, сондай мықты өзіміздің еліміздегі орны жөні бар азамат. Енді 2 жыл отырып қалған кезде қасыңызға кімдер келді, кімдер табылды, соларды ашып айтсаңыз. Жалпы осы мен негізі сол кезде енді мүсіреп театрында басшымын ғой, сол көбіне жұмыс менде негізі. Сол ұжым болды қасымда. Жұмысқа көңіл бөлдім. Ұжым ғана? Жоқ, енді достар бар ғой, құдайға шүкір, ешкім безіп кеткен жоқ менде. Негізі мен ол кезде көбіне жұмыспен, жаңағы балуан шолақты түсірдік. Сол кезде өзімнің бүкіл көңілімді неге жұмысқа салып жібердім болды. Достарым ешкім енді амандаспай қойған жоқ, бетімнен безіп. Бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Мынау телефонның кей кезде анау бір шаруамен біреулер звондайсыз ғой, таныстарға. Сол кезде қазір телефон көтермей қалады кей кезде. Сол бір тапсырма айтсаң, өтініш айтсаң орындағысы келмейді. Қазір енді бұрынғыдай емессің ғой. Ол бәрі уақытша нәрсе ғой. Өмір ғой, өмірдің заңы. Мен өзі біраз азаматтарды, режиссер болсын, әнші болсын, біраз актерларды осы өнерге келуіне, біраз шығуына, үлкен сахнаға көп көмектескенмін. Мен өзім қалжыңдаймын. Мен сені менсінбей екінші көтеремін деп. Мен соны қазір намекать етіп айтып жатырмын ғой. Сонда енді кейбір балалар бар, балалар бір кәдімгі анау қазір телефон көтермейді. Үйімде тұрған балалар бар. Мен олардың атын өзім айтайын ба, әлде сіз айтасыз ба? Не қыласыз? Аман болсын, өздері түсінеді ғой. 25 жыл бойы бір құрбыммен өте жақын, өте. Мен енді дәл ол құрбым сияқты мен бірде-бір адаммен еш уақытта жақын араласпағам. Слишком қатты жақсы көрдім, сіздерге айтайын ба? Өте қатты жақсы көрдім. Мен былай айтқанда оны бар ғой, енді сұмдықсың, кереметсің, генийсің деп қай жерге бармасын, оны бірінші орынға өзімді былай сырып қойып, сол қызды таныстырып, қай ортада болмасын, қай жерде болмасын, өзіне де тіпті сен генийсің, сен мықтысың деген нәрсені мен өте көп айттым сол құрбыма. Және де дәл сол құрбымнан 7 жыл бұрын бірінші рет сигнал алдым. 7 жыл бұрын ол мені бір үлкен бір мошенничество болды, былай айтқан кезде. Ол үшін әрине сол кезде мен шыдамай бетіне айттым. Сол кезде аяғыма жығылып тұрып кешірім сұрады. Кешірші мен саған иттік жасадым. Маған қатты ақша керек болды. Кешір алсаң осы иттігімді кешірші деді. Және сол кездерде менің компаниямда жұмыс жасап жүрген директор қыздың да кетуіне үлкен ықпал етіп жіберген құрбым. Ол қызды да ақыр кетіріп тындырды. Тағы да бір жағдайлар бастан өткен кезде жүрек құрғыр сезеді ғой. Ол құрбым менің өмірімнен жоқ болып кетті күні бүгінге дейін. Міне 1 жыл 2 ай болды. Ол құрбым жоқ, просто жоқ. Енді қалайсыз 25 жыл бойы жақын күн-түн араласып жүресіз да, бір сәтте жоқ болып кетесіз. Өйткені ол құрбым менің мінезімді біледі. Мен өйткені сиыр құйымшақтатып, бетіне айтпай, күліп жүре алмаймын. Мен бетін тіліп тұрып, неге бұлай деп айтатынымды біледі. Ол нәрседен де қорқу мүмкін. Екіншіден өзінің күнәсін білгендіктен де ол шалыс жүрей, наверное, уже не по пути деп өзінің философиясы болуы мүмкін. Иттік пасықтық жасайтын адамдар достықта, ол оказывается, ол адамның білімділігіне, оның керемет бір ортадағы керемет сыйы барлығына қарамайды екен. Ол жүрегің ақ па, қара ма, жүрегің таза ма, жоқ, лас па, соған ғана қарайды. Соны маған кейін медреседе ұстаздар да айтты. Былай күнделік сөйлегенде ойламайсыз, бұл адамнан еш уақытта иттік жамандық шығады, саған иттік жасайды деп сіз еш уақытта білмейсіз. Өйткені әдемі сөйлейді, әдемі жүреді, барлығын әдемі істейді. Қалай? Мысалға кейбір адам тарс-тұрс сөйлесе, біз ойлаймыз сол адамдардан бір иттік шығады деп. Ол адамдардан мүлдем шықпауы мүмкін. Тіпті мен Лондонға оқуға кеткенде де менің қазіргі директорымды де ресторанға шақырып, тамырын басып, жұмысқа шақырып көрген. Ойлаңызшы, бұрынғы директорымды де сол сценарий бойынша шақырады. Содан сол қызымды кетіріп тындырды. Кейін ол қызымды, енді қараңыз, бүкіл қызықты шоу программаны Алматыдағы менің бір араласатын келіншек жайып салады ғой әңгіменің барлығын. Сол келіншек бір үлкен бизнес ашып жатқанда директор қылып ал деп менің бұрынғы директорымды сол менің танысыма бұрынғы директорымды апарады. Негізі мықты маман, тек Айгүлдің мінезіне адам шыдамайды ғой, қуып жіберді деген өтірік әңгімені айтып апарған. Сол кездегі ана келіншек біртүрлі болдым дейді. Қалай бұл? Айгүлден кетіп қалған адамды маған әкеледі
деп содан бастап наблюдать ете бастаған ғой. Кейін мен 45 жасымда тұрмысқа шыққанымда ол келіншектің үлкен гинекологиялық центрі бар орталық Алматыда, соған барған, мені қаралшы жаңағыдай қалай Айгүл мына жасында күйеуге тиіп кетеді, как это так деген настроениесі болмай, маған жігіт қарамайды деген әңгімелерді айтқан. Одан қала бере, неге осы Айгүл қонақ шақырса бәрі тайлы тұяғына дейін қалмай барады, мен шақырсам неге бәрі келмей қалады деген ойларын айтқан. Яғни адам сізбен бірге жарысады. Ал бірақ бірге отырған кезде мүлдем басқа, как будто сенің номер 1 жанашырың, тілекшің тек сол адам ғана сияқты. Адам аласы ішінде және артыңнан келіп қандай удар пышақ салып, қандай удар беріп жатқан тіпті мен подозревать етпеген. Барлық махаббат жақсы көру ол бір жаратқан Аллаға ғана тән. Ал біз Алланың кішкентай бір бөлшегіміз, жаратылысымыз. Яғни мен сол қызды пір тұтып, Құдай-ау, гений тұтып, барған жерімде соны бүйтіп көтермелеп отырғаным үлкен қателік болған. Кіммін мен? Бір пендені Құдайдай жақсы көретін. Көрдіңіз бе? Менің бұл үлкен қателігім. Осындай нәрселер арқылы, осындай сынақтар арқылы мен қазір достықта, достарыңның ешқайсында олай өліп жан тән жүрегімен жақсы көрмеу керектігін түсіндім. Және де осы құрбыма еш ренішім жоқ. Бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Достар, бүгін 3 адам плотно қораға кіріп кетті. Ол кім дейсіз ғой енді по-любому. Қазір айтам, қараңыз, жалпы хиджабты киіп алып, халықты улаумен айналысатын адамды көргенсіздер ме? Хиджабтың да қадір қасиетін кетіріп, дінде де аяққа таптап жүрген шымкенттік жас келіншек Палева хиджабын киіп алып, артына рюкзагын асылып алып, тыпырлап көзге түсіп күтіп келінген ғой енді. Полиция қызметкерлері оппа деп барып тексеріп қараса, жаңағы рюкзагының ішінен 2 килограмм меф, яғни есірткі заттар табылған ғой. Ой Құдай деймін да, барып квартирасын іздесе, ол жерде қосымша арнайы дайындап қойған тайник заклад күшіне 32 пакетик тағы да есірткі табылған. Жалпы хиджаб кисем мен ешкім білмей қалады деп бизнесті ұрып жүрген қатын ғой, ақыры арсыз ұсталды, енді түрмеге қамалатын болады. Браво дейміз полиция қызметкерлеріне. Екінші бір жаңалығым енді мынау Золотая женщина деген TikTok арқылы біраз халықты жынды қылам деп ақыры өзі жындыханаға түсіпті. Жалпы халықты жынды қылудың қажет жоқ. Ол не түрмеге түсесіз, не жындыханаға түсесіз. Үшінші бір жаңалығым енді біздің мынау тура Қайсар Хамза ұстатып жаңа қоралатып жүрген жігіт, Өзбекстанның азаматы, 24 жаста екен, Маха деген блогер Махмуд Хикматов Қазақстанның аумағында біздің жастарды интернет казиноға, құмар ойындарына қызықтырып тартып жарнамалап келді деген күдікпенен халықаралық іздеу салынды. Ол жігітке енді жақын арада ұстап әкеліп, аямай түрмеге қамап жазасын беру керек. Жалпы халықты улаумен арсыздық, ұятсыздық, тағы басқа сорақы контентпенен ешкім алысқа бармайды. Баратын жері сол не түрме, не жындыхана болатын барлығы біліп жүру керек деп ойлаймын. Достар, мен ақпарат атаман Айғали Тойжан, маған жазылып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.